Хабарыңыз бар, осы жылы 13 январь сәнесінде құрметлі президентіміз Шавкат Мирзиёев басшылығында Қауіпсіздік кеңесінің кеңейтілген мәжілісі болып өткен еді. Мәжілісте бірқатар имканият һәм вазифалар белгіленіп алынды. Атап айтқанда, бірінші, 1 миллион дәстүрші һәмде жасалма интеллект тарауында 5 миллион жетекші дәстүрлері шеңберінде әр жылы мүддетлі әскери қызметті өтеп атырған 5000 жас оқытылады. Екінші, мүддетлі әскери қызметті өтеп атырған жаслар үшін жоғарғы оқу орындарына кіруде барлық шарт-шариғатлар жаратылады. Тіл, пән сертификатларының төлемдері мемлекет тарапынан қаплап беріледі. Бұнан тысқары, жоғары оқу орнына төлемлі контракт шартнамасы шеңберінде оқуға қабыл етілген әскерлер үшін пайызсыз тәлім кредиттері ажыратылады. Үшінші, мүддетлі әскери қызметті өтеп келген һәмде өтеп келгеннен соң іскерлермендік қызметімен шұғылдану қалеуін білдірген жаслар үшін ұлымалық кредит суммасының 6% мемлекет тарапынан қаплап беріледі. Төртінші, 1 апрель сәнесінен бастап офицерлердің көп жылдық минеті үшін үстеме хақы 2 есеге арттырылады. Бесінші, контракт шартнамасы шеңберінде іскерлік алып барып атырған әскерлер һәмде сержантлардың айлығы 10%-ға асырылады.